Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі дәріс тақырыбы тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізін ұйымдастыру. Тіршілік қауіпсіздігі және оны ұйымдастыру негіздері. Тіршілік әрекеттерінің қауіпсіздігі адамзат әрекетшілік саласының бірі болып табылады. Бұл көп жақты ұғымға саяси, әскери, заңдық, әлеуметтік, медициналық, ақпараттық, қаржы, ғылыми, халықаралық және тағы басқа аспектілер кіреді. Мемлекеттің міндеті, оның функциясы ретінде қарағанда, тіршілік қауіпсіздігінің негіздері халықты қоршаған ортаны және шаруашылық жүргізу объектілер төтенше жағдайлардан, олардан туындаған зардаптардан қорғау жөнінде мемлекет саясатын жүргізудің басым салаларының бірі болып табылады. Практикалық мағынада тіршілік қауіпсіздік негіздері алдын ала төтенше жағдайдың пайда болу қатері мүмкін болғанша азайтуға, халықты дайындау және жаппай оқытуға, ал төтенше жағдай кезінде адамдарды қорғауға, залал мен адамдарды қорғауға, залал мен материалдық шығынды кемітуге, сондай-ақ төтенше жағдайды бір шектен шығармауға, түбінде салдарын жоюға бағытталған қызмет міндеттері жағынан біртұтас жүйеге біріктірген шаралардың үйлесімді жиынтығы деп жобалап түсінуге болады. Тіршілік қауіпсіздік негіздерінің деңгейі осы қоғамның жан-жақты жетілуін, рухани және психологиялық қалпын, төтенше жағдайға тән қауіпті факторлардың ықпалын басуы, мүмкін болатын ең төменгі деңгейіне түсіру қабілетін сипаттайды. Жоғарғы оқу орындарына берілетін пән ретінде тіршілік қауіпсіздік негіздері тиісті оқу бағдарламашы мамандарды осы заман әскери зақымдау құралдарының факторларының әсеріне, табиғи және техноген сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғану жолдарын көрсету мақсатын оқыту және дайындау ниетін білдіреді. Төтенше жағдай адамдардың қайтыс болуы мүмкін және адамдардың халдеріне, қоршаған ортаға, немесе шаруашылық жүргізуші объектілерге зиян алып келуі мүмкін, немесе халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзған, немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала сонымен қатар апат салдарынан белгілі бір аумақта туындаған жағдай. Төтенше жағдай пайда болу себептерінің табиғи сипаттағы және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға бөлінеді. Табиғи сипаттағы төтенше жағдай. Дүлей зілзала, жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар, табиғи өрт, індеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауыл шаруашылық өсімдіктердің және ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызатын төтенше жағдайлар. Техногендік сипаттағы төтенше жағдай, өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт, жарылыс, күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті заттарды тарату қаупі бар авария, үйлер мен ғимараттар кенеттен қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр энергетика және коммуникация жүйелеріндегі тазарту құрылыстарындағы авария туғызған төтенше жағдай. Бұған егер мысал келтіретін болсақ, табиғи сипаттағы төтенше жағдайға мысалға деген мына соңғы коронавирус дертінің жайлауы бүкіл дүние жүзін алуға болады. Техногендік сипаттағы тоқтайтын болсақ, өзіміздің Қазақстан Республикасындағы былтыр болған мына деген арыстағы жарылыс, одан кейінгі мынау оңтүстік Қазақстан облысындағы бөгеннің жарылуының нәтижесінде болған Мақтааралдағы су алу жағдайын айтуға болады. Жер сілкінісі тоқтайтын болса, жер асты соққылары, дүмпулер және жердің үстін қабатының теңселуі, оның ішіндегі энергия процесінің қойылуынан пайда болады. Әлсін мына бізде Алматыда болып тұратын жағдай. Жер сілкінісі кезінде бұл қалай қорғануға болады? Топырақ қабатында қозғалыстан, адамдардың топырақтан қозғалыстан өлім-жітім үшеуі өте сирек кездеседі. Олардың мұндай жағдайда өлім-жітім көбіне күшті сілкіністер кезінде шайқатылған немесе қираған үйлердің құлап түсетін тастары, шыны сынықтары, қабырғалық материалы себеп болады. Жер сілкінісі бақытсыздыққа душар ететін басты себептері мыналар болып табылады. Үйлердің жеке бөліктерінің қирауы, кірпіштердің, мұржалардың, карнизердің, жапсырылған өсімдік заттардың, қабырғаларды қаптаған тас тақталардың, балкондардың, есіктерді жақтаулардың, шамдардың, статуялардың, сәндік әшекейлерінің құлап түсуі, қираған шыналардың жан-жаққа ұшуы, әсіресе үйдің жоғарғы қабатынан түскен ерекше қауіпті. Үзілген электр желінің көшедегі адамдар көп жүретін жерінде жатуы, бүлінген газ құбырларын тұйықталған электр желінің пайда болатын
өрттің шығуы, су құбырларының бөліну салдарынан су келмей қалуы мүмкін жағдайлардың мұндай өрттердің қатері күшейе түседі. Шектен тыс дүрлігіп, асып жасқануда орынсыз әрекеттері. Келесі, сел. Гидрологияда сайыл сөзінен балшық тастардың ағуы деген сөзден пайда болған. Көбінесе нөсер жаңбырлармен немесе қардың қатты еруімен кенеттен келетін өте үлкен концентрация минерал заттардың, тастардың және тау жыныстары сынықтарының ағыны. Көбінесе мына таулы жерде, әсіресе мына Алатауда, бізде Алматы облысында болып тұратын жағдай. Келесі, су тасқыны. Бұл өзенге, көлге немесе су қоймаларына жақын жерлерге судың жайылуы материалдық залал келтіреді, тұрғындардың денсаулықтарына зиян келтіреді, немесе адамдардың өліміне алып келеді. Жаңа айтып кеткендей, мына біздегі Мақтааралдағы болған жағдай. Су тасқыны кезінде қандай жұмыстар атқарылу керек? Су тасқыны кезінде адамдарды, малдарды, жеке мүліктер және материалдық бағалы заттарды құтқару үшін қоғамдық меншіктегі, сондай-ақ жеке адамдардың меншігінде суда жүзу құралдары, теплоходтар, баржылар, немесе сүйретпе қайықтар, катерлер, баркастар, көбескек қайықтар, паромдар, моторлы қайықтар мен жел қайықтар табасы құралдар түгелдей пайдаланылуы тиіс. Егер ондай жүзу құралдары дер кезінде табыла қоймаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда, қарапайым жүзу құралдарын әртүрлі салдар жасау керек. Сал жасау үшін тақтайларды, бөлмелерді, автомобиль камераларын, бос бөшкелерді, бетондарды, местерді, қамыс пен құрғақ бұталардың буындыларын пайдалануға болады. Өртке тоқтайтын болсақ. Өрт шыққан кезде, ормандағы өртті өшіру кезінде лаулаған жалынды жас жапырақты бұтақтармен, ылғал кенеттермен, басқа да лайықты құралдарды өшіруге тырысу керек. Жанып жатқан отқа топырақ тастау керек. Жаңа бастаған ағаштарды өрттің келе жатқан жағына қарай аралап, немесе балталап шауып құлатуымыз керек. Ормандағы өрт аймағынан жел соғып тұрған жаққа қарай шығуға тырысу керек. Сондай-ақ қылқан жапырақты ағашы мол учаскелер жағына шығуға тырысу керек. Өртті өшіру кезінде ең алдымен су маңдаған жалынның өріс алуына жол бермей, қалайда тоқтату керек. Содан кейін оттың неғұрлым күшті жанып жатқан учаскелерін өшіруге кірісу қажет. Мұндай кезде шапшыған су ағыны лаулаған жалынға емес, лапылдап жанып жатқан заттың өзіне қарай бағытталуы тиіс. Егер тікесінен тік тұрған нәрсе жанып жатса, онда шапшыған су ағыны әлгі заттың жоғары жағы төменгі жағына қарай бағытталуы керек. Дауыл соққанда. Дауылдың таянып келе жатқан туралы хабар ала салысымен бой тасалайтын қолда бар баспаналарды, еден астындағы қуыстарды, погребтерді әзірлей бастау керек. Үйде болған жағдайда газдың, электр энергиясының келуін тоқтату керек. Су келетін кранды да бекіту керек. Пештегі отты өшіріп, бой тасалайтын баспанаға тығу керек. Өндіріс орнында болсаңыз, сыртта атқарылған жұмыс атауын түгелдей тоқтатып, тасып әкетуге болатын жабдықтарды мықтап тұрып бекіту керек. Электр қуаты беретін каналдарды, өрттің шығуына, жарылыстың болуына әсер ететін агрегаттардың механизмдердің электр желісімен байланысын үзіп тастау керек. Сондан кейін ғана бой тасалайтын баспанаға барып жайғасу керек. Химиялық улы заттармен залалданған жерлерде жасайтын әрекет төмендегідей. Өндірісте қолданылатын мейлінше көп таралған өте күшті улы заттар хлор мен аммиак болып табылады. Хлор мен аммиакпен немесе басқа да күшті әсер ететін улы заттармен зақымдаған кезде химиялық зақымданған ошақтардың пайда болған жөнінде хабарды ести салысымен өзіңіз тұратын аудандағы немесе жұмыс орнындағы үйдің есіктерін неғұрлым тығыздап жабу керек. Газ құбырларын және электрмен жылытатын құралдарды тез өшіру керек. Егер уақыт мұрша беретін болса, есіктердің, терезелердің қуыс-қуысын бәрінде ескі қалтық заттарды суға малып алып, мұқият бітеп тастау керек. Егер қажет болса, әлбетте ол заттың буын байқасаңыз немесе иісін сезсең, өндіріс орнында Б маркалы сары түсті қорапқа салынған, хлорға қарсы немесе КД маркалы сұрғылт түсті қорапқа салынған, аммиакқа қарсы өнеркәсіптік противогазды кию керек. Зақымданған аймақтан шыққан бойда жақындарыңызға, балаларға, қарттарға немесе уланып қалған адамдарға көмек көрсетуге тырысу керек. Егер қауіпті химиялық кәсіпорында жұмыс істейтін болсаңыз, апат бола қалған жағдайда техника қауіпсіздігін сақтау үшін нұсқауда көрсетілген шараларды орындауға тырысу қажет. Хлордың буымен уланған адам зақымданған аймақтан тезірек алып шығу керек. Сөйтіп мүсәтір спиртін ескерту қажет. Ас содасының ерітіндісімен оның көзін, мұрнын, аузын және тамағын жуып шаю керек.
ыстық сүт немесе шай ішкізіп жылы орынға жайлы жатқызуға тырысу керек. Аммиак буымен уланған адамдар зақымданған аймақтан тез алып шығып, оған сірке қышқылының ерітіндісін немесе судың жылы буын ескерту керек. Қажет болған жағдайда жасанды түрде тыныс алудың жәрдемдесу қажет. Ауыл шаруашылық малдары уланып қалатындай қауіп төнген кезде оларды мал қораларға қамап, есік терезелерін қуыс-қуыстан мықтап бекіту керек. Сондай-ақ қауіпті аймаққа жел жақсы соғатын орынға айдап шығу қажет, қауіпсіз аймаққа. Бактериологиялық тәсілмен уланған жерлерде жасайтын әрекет. Бактериологиялық тәсілмен уланған жер тап болған кезіңізде медицина қызметкерлері мен әкімшіліктің барлық нұсқауларын орындауға тырысу керек. Егер қажет болса, пәтерді дезинфекциялап, жұрт ортақ пайдаланатын орындарды, мебельдерді, ыдыс-аяқтарды, киім-кешектерді, төсек орынды және басқа заттарды хлорлы, әкті, фенолды, лизолды қолдана отырып дезинфекциядан өткізу керек. Өзіңізге өзіңіз санитарлық сақтық шараларын қолдану керек. Бүкіл денені жылы сумен сабындап жуу қажет. Радиациялық қауіпті объекттегі апаттар кезінде және радиоактивті заттармен уланған жерлерде жасайтын әрекеттер. Бұндай кезде жасайтын әрекеттер ең алдымен өзіңізге берілген барлық тапсырмалар мейлінше тез, тиянақты және мұқият орындауға болу керек. Соның өзінде екі түрлі әрекет ету мүмкіндігін есте ұстауға тиіс. Алғашқы жағдайда көрсетілген мерзім шектеу шараларын жүзеге асыруға тиісті. Ашық жатқан су көздерін пайдалануға болмайды. Азық-түлік заттарын мұқият жуып тазарту керек. Үй ішінің есіктерін жабып ұстау қажет және ары-бері жүрісті азайту керек. Мұндай шектеу шаралардың бәрі де хабарланады және түсіндіріледі. Соның өзінде сіз жеке өзіңіздің және коллективтік қорғаныстардан қолдану және радиациядан сақтану ережелерін бұлжытпай орындау, иодты профилактика жасау, тұрғын үйлер мен өндірістік үйлерді, сондай-ақ су көздерін зақымданудан сақтайтын бекіту шараларын іске асыру жөніндегі нұсқауларды неғұрлым тез және толық орындауға тиістісіз. Рахмет.